Сәлем, қайырлы таң қыздар. Бүгін осындай еноки саңырауқұлағын дайындаудың жолын көрсететін боламын. Ол үшін бізге 600 грамм еноки, дәміне қарай чеснок, соевый соус 3 ас қасық. Мен өзім қосқан порцияларымды жазып қойдым астына, сол жерден де көре аласыздар. Енді осы енокиді ең бірінші табаға қуырып аламыз. Қызып тұрған табамызға майымызды құйып, көбірек құймай, кішкене құясыздар, май 50 грамм жетеді. Екі жағынан да қызартып қуырып аласыздар. Қуырып алған енокиларымызды сол табаға қайтадан саламыз. Мен 600 грамм жасадым, сіздер 300 граммен де жасасаңыздар да болады, өздеріңізге қалай ыңғайлы. Енокиларды салып алғаннан кейін бетіне дайындап қойған дәмдеуіштерімізді құямыз. Ең бірінші соевый соусымызды құямыз. Және дайындап қойған чесногымызды саламыз бетіне. Дәміне қарай тұз саласыздар. Мен шай қасықпен жарты шай қасық салдым. Көз мөлшерімен салдым да дәмін көресіздер. Содан кейін мына енокиларыңызды осы соусқа батырып кішкене араластырасыздар. Жаңағындай мен мысалы осылай араластырдым. Осылай араластырсаңыздар да болады, или шанышқының көмегімен жасасаңыздар да болады. Жаңағы содан кейін томат пастасын салсаңыз да болады, немесе кетчуп салсаңыздар да болады. Мен кетчуп салдым. Кетчуп салып, тағы да бір ақырындап араластырып жібересіздер де бетін жауып 10 минутқа қойып қоясыздар баяу отта. Міне енокиларымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.